Африкадағы өзендер жүйесінің неғұрлым жиі таралған жері экватор маңы, материктің оңтүстік-шығыс бөлігі. Шөлді аймақтарда өзендер өте аз. Жер бедерінің шығысқа қарай көтеріңкі болуына байланысты өзендердің басым көпшілігі Атлант мұхитына құяды. Материк ауданының 1/3 ішкі тұйық алапқа жатады. Шығыс бөлігіндегі өзендер Үнді мұхиты алабына жатады. Жер бедерінің көтеріңкі болуына және кристалды жыныстардың кең таралуына байланысты Африка өзендерінде шоңғалдар мен сарқырамалар көп кездеседі. Өзендердің барлығы дерлік жаңбыр суымен қоректенеді. Сондықтан экваторлық белдеу арқылы ағып өтетін өзендердің суы жыл бойы мол болады. Ал басқа белдеулерде ылғалдың мөлшері мен түсу мерзіміне байланысты өзен деңгейлері ауытқып отырады. Материктің ірі өзен жүйелеріне Ніл, Конго, Нигер, Замбези өзендері жатады. Жергілікті тұрғындар өзендерден балық аулаумен айналысады. Ірі өзендерде кеме қатынасы жолға қойылған. Климаты құрғақ аудандардан ағып өтетін өзендердің сулары егістіктерде суаруға кеңінен пайдаланылады. Осы мақсатта Нілдің бойында көптеген бөгендер салынған.